төрт бөлшектерден болады. Яғни мына жерге келіп кондиционер орнатылады, міне қоршау болады да, осы жерде барбекюін жасап отырады. Керегелерді жерге қалай отырғызады деп қарасаңыздар, міне ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бүгін Америкада жеке үй салу, яғни құрылыс саласында пайдаланатын материалдар туралы видеомыздың екінші бөлімін, яғни жалғасын көрсететін боламыз. Ал егер сіз бірінші видеоны жіберіп алған болсаңыздар, оны міне мына жерді басу арқылы көре аласыздар. Немесе каналымды ашсаңыздар, осы видеоның алдында сол видеоны жүктегенбіз өткен аптада, соны міндетті түрде қарап көріңіздер. Яғни бүгінгі видео сол видеоның жалғасы. Бүгін көбінесе мынау үйдің ішкі жұмыстарына пайдаланатын материалдар туралы және өлшемдер туралы болмақ. Каналымды көретін адамдардың 80-85%-ға дейіні каналға жазылмайды екен. Мүмкіндік болса, ерінбей Gmail'ден имейл ашып, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Себебі ол осы каналдың дамуына, ары қарай YouTube алгоритмінің алып кетуіне, яғни қазақ тілі ана тіліміздегі контенттің дамуына сіздер де үлес қосқан болар едіңіздер. Кеттік, онда мына салынып жатқан үйдің ішінде кездесейік. Мен осы көрермендердің мына соңғы комментарийлерде жиі қойылған бір сұрағына жауап беріп кетейін. Ол неге американдықтар үйді кірпіштен салмайды, неге басқа материалдан салмайды, неге тек қана ағаштан салады деген сұрақты жиі естимін. Олардың сонда кірпіштен жасай алмай ма, кірпішпен салуға бастары жетпей ма, немесе бетон құйып, анау Қазақстандағыдай зәулім сарай сияқты қылып үй салуға олардың ми жетпей ма деген сияқты сұрақтар жиі қойылады. Әрине ондай үйлерді салынады. Ол үйлердің бағасы 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллионға дейін қымбаттап кетеді. Сондықтан американдықтар не істейді? Қазір мына жақты көрсетейін. Олар неге ағаштан салады екен? Қазір соның жауабын іздеп көрейік. Естеріңізде ме? Осыдан 4 күн бұрын мен осы жерден видео түсіргем. Міне сол техника, яғни әлі тұр. Ал мына жермен былай қарай жүрген кезде мұнда ағаш материалдар жатқан, ал мұнда үйдің тек бірінші қабаты ғана болатын. Естеріңізде ме? Енді бүгін міне екінші қабатының көтерілгенін көріп тұрсыздар. Мына үйдің шатыры жоқ еді. Көрдіңіздер ме? Ол үйдің шатырын жауып қойған. Мұнда көп құрылыс материалдар жатқан, оның барлығы пайдаланылып кеткен. Естеріңізде болса, міне бірінші видеода мен келіп мынаны түсірген едім. Міне мына бел ағаштар туралы айтқан едім, және екінші қабаты сол кезде ашық болатын. Қазір міне екінші қабатын салып тастаған. Екінші қабаттың еденіне дейін төсеп, барлығын бітірген. Міне үйдің шатыры. Яғни бұл не деген сөз? Бұл жұмыс күшінің қымбаттығы деген сөз. Яғни Америкада жұмыс күші қымбат. Мысалы құрылысшыларға $20, $18 жоғары айлық төлейді. Яғни бір сағатқа, бір күнде құрылысшыға $150-200 ақша беруі мүмкін. Ол егер жай құрылысшы болса, егер ол ұста маман болса, ол күніне $300 дейін ақша табуы мүмкін. Тіпті одан да көп. Ойлап көріңіз, егер мына үйдің қабырғаларының бәрін кірпіштен қалайтын болса, егер мына төбеге бетон құятын болса, оның барлығы уақыт алады, яғни үйдің құны қымбаттай береді. Сондықтан бұлар және уақыт ұзарады үйді салу. Сондықтан Америкада осылай ағаштан үйді тез тұрғызады да адамдарға сатып, яғни бұл үйде ешкім мәңгілік тұрмайды. Және біздің штат, көптеген штаттардың ауа райы ағашқа қолайлы. Міне мынау қапталмаған үй, сыртындағы ОСБ-сімен тұрған үй. Ал мынау міне дәл сондай сырты қапталған үй. Керегелерді жерге қалай отырғызады деп қарасаңыздар, міне әрқайсысы мынандай болтпен отырғызылған. Міне біреуі, көрдіңіздер ме? Мұнда да бар, міне көрсете аламын. Қысқасы жерге кереге осындай болттармен отырғызған. Ары қарай мына есік арқылы біз үйге шығып кетеміз гараждан. Мұндай міне пластик есік пайдаланады екен. Сыртына шатыр сияқты қосымша жасатып кеткен. Міне мынау үйдегі сияқты. Құрылыс компаниялары өтініш жазсаң, осындай ақшасын төлесең жасап кетеді. Бұл қалай? Бұл жазда отыратын жер ғой енді. Мына үйдің міне қарасаңыздар, өкінішке орай жері жоқ. Ары қарай жері бітеді екен. Яғни өте еңіс. Бұл жерде енді ештеңке істей алмайсың. Сондықтан
міне мына жерде қоршап алады да, осы жерде барбекюін жасап отырады. Міне қалай кранмен көтереді. Дайын каркасты әкеп төбеге қарай салып жатыр, міне кранмен. Көрсеңіздер, үйдің шатыры да ОСБ сияқты материалмен тұр. ОСБ-нің үстін мынандай көк материалмен қаптайды екен, міне оның үстінде тұрған мынау міне шатырдың материалдары. Ол біткеннен кейін оның үстін мынандай жұмсақ кровля материалмен жаба салады. Шатырдың материалы, яғни шатырға не пайдаланады дегенде, міне мынаны пайдаланады екен. Міне жұмсақ қара қағаз сияқты материал, міне осыны шатырға пайдаланады. Жаңа екі қабат үйлерді көрсеңіздер, мынау міне бір қабат үйлер. Ранч хаус дейді, түрлері осындай. Мынау міне екі қабат екен. Мысалы, алдымен міне үйде құрылыс жүріп жатқан кезде мынандай тас төсейді, содан кейін мынандай бетон құяды. Яғни біткен түрі мынау міне. Есіктің алдына құйылатын бетон төрт бұрыш бөлшектерден болады. Яғни қарасаңыздар, шақпақ бөлшектерге бөлінген. Және бетонның бетіндегі қалыңдығын да өлшеп көрейік. Енді жердің бетіне шығып тұрған қалыңдығы бетонның 6 инчтай. Мына үйдің сыртын жай ғана ақ сайдингпен қаптатты. Бұл енді сіз түсін барлығын өзіңіз таңдайсыз. Міне көріп отырсаңыз, ар жақта көз жететін жерде үйлердің түстері әртүрлі. Мысалы, мына үйдікі сұр, мынау қаралау, анау қара көк дегендей түстері әртүрлі. Әркім өзі таңдап алады. Мынау көріп отырсыздар, қарамен қапталған міне тесіктері. Бұл тесік әр бөлмеге апарылған. Міне қаралар әр бөлмеге тараған. Бұлардың барлығы бір жерге барып бірігеді. Міне жылан сияқты жатқан осы қаралардың барлығы құбырлар осы арқылы жылу, ыстық және суық жүреді. Көбінесе жылыту пеші газбен болады. Сол пеш төбеге қойылады да, кондиционер сияқты үйде термостат болады. Сол ыстыққа қойып температураны, бөлменің температурасын қойған кезде мына қара құбырлардан ыстық ауа шығады. Сөйтіп үйді жылытады. Әр бөлмеге кетеді. Егер суытатын болсаңыз, кондиционерді суық жағына қойып бассаңыз, далада кондиционер тұрады. Сол да осыған қосылған, содан төбеден суық ұрады. Мына тұрған міне суыту жүйесі, яғни кондиционер. Көрсеңіздер, міне кондиционердің негізгі айландыратын лопсы далада тұрады. Мынау міне мыс, мынау тоғы, көріп отырсыздар, бұл кондиционер, яғни үйді суыту жүйесі. Кондиционер үйдің сыртына шығады да, мына жерге келіп кондиционер орнатылады. Мына ваннаны қарасаңыздар, су толтырып қойыпты. Бұл не деген сөз? Бұл ваннада тесік бар ма, жырық бар ма деп адамдар тест жасап жатыр, яғни ваннаны. Мынау енді туалеттің тесігі. Душ екен, міне бұған да су толтырып қойған, тексеру үшін. Міне көрсеңіздер, су керегесі су өткізбейтін материалмен қапталған. Және су туралы айтқаннан кейін ыстық су және суық су мынандай жіңішке трубалармен келеді екен. Енді бұлардың өлшемдерінің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Міне су мыналар арқылы келеді. Міне жіңішке қызыл және ақ. Жоспар мынандай. Қалың кітап. Job copy дейді. Яғни жұмысқа арналған міне бүткіл план. Қай жер қандай болу керек, қанша сантиметр, миллиметр. Барлығы осы жерде. Енді тек қана Американың құрылыс материалын көрсетпей, құрылысшылардың не шетінде көрсетіп кетейін. Мынандай ше деген жігіттерден қалып қапты. Газды су. Мына жерде щиток, яғни бүткіл тоқ приборлар осы жерде болады. Міне мынаның астына жинақталады екен. Қағаз алады да кейін орнатады. Міне бүткіл тоқтар осы жерге жиналады гаражға. Бұның бәрін сосын біреу келіп жинақтайды. Өткенде біреулер айтып жатыр, проводтар неге кабелек онымен жүрмейді, өртеніп кетпей ма деп. Білмеймін, өртенбейтін сияқты. Себебі проводтардың барлығы міне ашық тұр. Мына бір кабелегон көріп тұрмын, қызыл. Ол міне мында келген.
бірақ басқа проводтардың ешқайсысы кабелевон, яғни ондайдың ішіне салынбаған. Әр салынып жатқан үйдің жанында бір дәретхана мен мынандай құрылыс қоқысын салатын мындай контейнердің болатын алдыңғы видеода да айтқам. Мысалы міне мынау жол жаңадан салынатын жер ғой, енді мынандай тротуарға дейін міне асфальтке дейін салған, және бұларды салмас бұрын жердің барлығына құбырларын салып қойған, міне төсеп. Осы біздің Алматының немесе осы Қазақстанда басшылықтар неге соны ойламайды екен? Мен қашан көрсем де олар бірінші асфальт салады, содан кейін асфальт салып болғаннан кейін артынан су түсіргісі келеді, ол асфальтты қопарып тастайды. Сол асфальт сосын 3 жыл 5 жыл қайтып қалпына келмей жатады. Немесе өтірік үстіне топырақ себе салады, ол 3 айдан кейін қайтып беті ашылып қалады. Немесе асфальт салып болғаннан кейін жаңадан өзі 10 жыл күтесің асфальтты, енді салынып болған кезде газ түсіреміз дейді, жерді қазып тастайды. Немесе жарық, әйтеуір бір сылтаумен жерді қазады да, сол асфальт сол күйінше жоқ болады. Неге асфальттен бұрын осындай құбырларды міне мынандай бірінші жерге салып болмасқа, су болсын, свет болсын, газ болсын, барлығын түсіріп болмасқа, одан кейін асфальт салса, ол біраз ұзаққа кетер еді. Енді Қазақстанның да әкім қаралары ойланатын шығар, бір күні ақылдары кіретін шығар. Қазірше енді менің көргенім сондай болған. Ал енді қазір ситуация түзелген болса, егер барлығын бірінші жаңа құбырларды жер астына салып, одан кейін ғана асфальт дейтін болса, ол асфальт ұзаққа сапалы жасалған болса, онда Қазақстан көп өзгерген екен. Егер ондай болса, мен қателескен болсам, комментарийға жазыңыздар. Әрине, мен оны да білгім келеді. Себебі мен кеткелі 5-6 жылдан асты, мүмкін көп өзгеріс болған шығар. Міне асфальт төсеп қойған, әлі ешкім жоқ. Мына 2 туалет тұр. Бұл мына жолды, жерді тегістеп жүрген тракторист жігіттерге арналған дәретхана. Міне су келіп тұр, және оның ар жағында тұрған электр тоғы, анау жәшік. Міне мынау канализация, міне. Мұның бәрі электр тоғы, басқалардың барлығы бүткіл инфраструктура жасалған. Асфальттың жанында міне су ағып кететін тесік, міне. Бізде Алматыда су жиналып қалатын еді ғой, міне сол су жиналмас үшін мынандай міне тесік жасайды. Жолдың барлығында тесік бар, міне бір тесік, ар жағында, және жолдың қарасаңыздар, міне ортасы биік. Мына жер биік, былай қарай жасалынған су, яғни ортадан екі жаққа қарай ағады. Ол аққан су барып, мына тесіктерге барып ағып кіреді. Алдыңғы бірінші видеода ең көп қойылған комментарийлар, яғни сұрақтар, көп жазылған комменттарда үй өртеніп кетпей ма, мына барлығы ағаш болғаннан кейін тез жанып кетпей ма деген сұрақтар болды, яғни сондай ойлар. Және сонымен бірге мына үй қысқа жарамсыз шығар, яғни бұл тек жылы жерге жарамды шығар деген сұрақ болды. Мен ол сұрақтың жауабын, яғни біраз сұрастырып көрдім. Сол уақыттан бері өртену туралы адамдардың жауабы мынандай: бұл ағаштардың көбінесе суға қарсы, ылғалға қарсы сыртқы ағаштар химиямен өңделген, бірақ ішкі ағаштарды олар өңдей алмайды екен, себебі ол адам денсаулығына зиян дейді. Сондықтан үйдің ішіне пайдаланған ағаштар олар ешқандай өңделмеген, тек сырт жағындағылар ғана өңделген дейді. Енді өртену жайлы бұл жақта айтады, барлық бөлмеде бізде пожарный, яғни өртке қарсы сигнализация бар, солар орнайды, өрт сөндіруші келеді, және ең негізгісі бұл үйлердің барлықтарында сақтандыру бар. Яғни сақтандыруы жоқ үй жоқтың қасы деп айтсақ болады. Мысалы кез келген үйде сақтандыру, сіз тіпті үйді жалға алсаңыз да жалға алушының сақтандыруы деген бар. Сіз соны алуға міндеттісіз. Ол айына бір 10, 12, 15 доллар өте аз. Егер сіз тіпті жалға тұрып жатқанның өзінде сол үй өртеніп кетсе, сақтандыру компания сізге сол үйдің ақшасын береді, немесе үй салып береді дегенде, немесе үй алып береді. Сол үйдің құнын береді қысқасы. Ал егер үйдің иесі болсаңыз, мысалы мына үй менікі болса, егер өртеніп кеткен болса, үй иесіне сақтандыру компаниясы үйді қалпына келтіріп береді. Ол жағынан, яғни үй өртеніп кетті, далада қалдық деген сөз жоқ. Себебі бұл Америкада барлығы сақтандырылған, сондықтан көп ешкім оны уайымдамайды. Тағы да бір айта кететін мәселе бар шығар. Бұл жақта жұмыскерлердің жұмысының сапасы, яғни электриктер болсын, басқа болсын, жұмыстарын сапалы жасайды. Олардың үстінен тексеру көп.
мысалы мынаны жасап кеткеннен кейін оның үстіне бір бригада келіп тексереді, оның үстіне тағы біреу, яғни сапасыз болса оны қайтадан істетеді. Сондықтан көбінесе өрт болсын, басқа болсын, жұмыстың сапасыздығынан шығады деп ойлаймын. Ал енді әрине үйдің иесінің салғырттығынан, жаңа үтікті өшірмеген болмаса басқа дүние болса, ол бөлек әңгіме. Бірақ үй өз-өзінен өртенуі біраз қиындау. Мысалы қысқа бола ма деген, мен оны сұрастырдым, іздестірдім. Қысы бар, қары бар жерге де болады екен. Бірақ егер қыс өте қатты болса, қосымша материалдар пайдаланған дұрыс деп оқыдым бір жерлерден. Яғни бұл үйлерді, дәл осы үйлерді қысы қалың жерге салса, бұның кішкене стандарттарын өзгертеді екен. Мысалы ішкі изоляция 5 сантиметрлік болса, қалың жерге 10 сантиметрлік изоляция салады дегендей, суыққа төзімді етеді екен. Содан кейін бұл үйді, бұндай ағаш үйді, мысалы Көкшетау болсын, болмаса Семей болсын, қар қалың жерлерге де салуға, Өскеменге салуға болады дейді, және салып жүр екен. Егер алла жазып, болашақта бір жолым түсіп жатса, сол қар қалың жауатын мынау Дакота, Вайоминг деген сияқты, Нью-Йорк сияқты штаттарға барып, ол жақтың осындай құрылыс алаңын түсіруге тырысамын. Сол жақта үйді қалай салатынын сіздерге көрсетуге тырысамын. Бірақ қазір емес, ол болашақтың ісі. Жалпы менің өзімнің жеке пікірім, үйді осылай салса, Қазақстанда өте жылдам әрі тез болар еді, әрі үйдің бағасы өте қымбаттамайтын еді. Бірақ тағы да бір мәселе бар. Мысалы, Алматы сияқты қалаларда жер сілкінісіне байланысты бұндай каркас үйлерді қабылдамауы мүмкін, яғни документ бермеуі, ол енді бөлек әңгіме. Мен оны қазір нақты егжей-тегжейлі білмеймін, зерттеген жоқпын. Бірақ мүмкіндік болатын болса, мен осындай ағаш үй салатын едім. Әрі уақыт, әрі ақша, барлық жағынан тиімді. 5-10 жыл тұрасыз, содан кейін көшіп кетесіз, ол үй бәрібір сатылуы мүмкін дегендей. Бүгінге әрине осы. Енді мына ораза бітсе, қайтып қалпыма келемін деп ойлаймын. Қазір ораза кезінде кішкене видеоларым кешігіп жатса, оны айып етпеңіздер. Тағы да бір сіздерге өтініш, мына каналдың дамуы үшін, яғни жас канал ғой, қолдау көрсеткілеріңіз келсе, бас бармақты басуды аямаңыздар, және каналға жазылыңыздар. Мүмкіндік болса, жан жаққа таратып жіберіңіздер, сонда тезірек дамиды. Егер осы бүгінгі видеоға байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, мен оған жауап беруге тырысамын. Соларға арнап тағы да видео түсіремін. Және көп адамдар менімен тікелей хабарласқысы келеді, маған номерімді сұрап жатады. Мен номерімді беруге әлі дайын емеспін, себебі сіздер жүздеген, мыңдағансыздар. Мен сіздерге номерімді беретін болсам, тіпті телефоным жарылып кетуі мүмкін. Ал болашақта менде Instagram, TikTok аккаунттар болады. Сол Instagram арқылы жазсаңыздар болады. Менде Facebook'та бармын, тіпті сұрақтарыңыз болса Facebook арқылы жазсаңыздар болады. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.